Ассалаумағалейкум отандастар. Міне дегенше биылғы Рамазан айы да жетіп келді. Енді осы Рамазан айының әрбір күнін қалай жақсы етіп өткізе аламыз? Әрбір адам жетістікке жету үшін өз алдына мақсат қояды. Ал мақсат жоспарсыз жүзеге аспайды. Сол себепті сіздерге Рамазанның әр күнде жасалатын, күнделікті атқарылатын сауап амалдар кестесін ұсынамыз. Алдымен жоспар толық мақсатына жету үшін мынандай кеңестер ұсынылады. Жоспардың әр кезеңінің арасын бөлетін парыз намаздар болсын. Өйткені ол намаздарды дұрыс орындауға көмектеседі. Егер жоспардан кейбір амалдарды жіберіп алсаңыз, оны міндетті түрде келесі кезеңде орындаңыз. Бір күндегі кейбір амалдарды жіберіп алсаңыз, оны қалдырмай келесі күні міндетті түрде жасап үлгеріңіз. Бос уақытта пайдалы істермен айналысыңыз. Бұл жерде бос уақыт деп бір іс пен басқа бір істің арасында болатын уақыттар айтылады. Мысалы, аялдамада көлік күту, көліктегі уақыт, азан мен қамат арасындағы уақыт, біреуді күтіп жатқандағы тағы басқа уақыттарды бос өткізбеуге тырысыңыз. Бұл жоспарды тек жалғыз өзіңіз емес, басқалармен қосылып орындасаңыз, жалықпауға, дұрыс орындауға көмектеседі. Және олардың сауабындай сізге де сауап жазылады. Осы кеңестер төмендегі жоспардың жақсы пайдалы түрде орындалуына септігін тигізеді деген ойдамыз. Енді сіздерге Рамазан айының әр күнде жасалатын жоспарды ұсынамыз. Бірінші кезеңде сәресі уақыты. Мұнда біз 3 амалды жасаймыз. Біріншісі, 2 ракағат намаз оқу. Екіншісі, сәресі ішу. Оны соңғы уақытқа дейін кешіктіру сүннет. Үшінші, сәресі уақытынан, яғни таң намазының уақыты кірмес бұрын 5-10 минут қалдырып, сол кезде күнәларыңды еске түсіріп, истиғфар айту, яғни Алладан кешірім сұрау. Екінші кезең, таң намазының уақыты. Таң намазының уақытында біз мынадай 10 амалды атқаруымыз жөн. Олар: азанды тыңдау мен қайталау және азан дұғасын оқу. Таң намазының 2 ракағат сүннетін оқу. Бұл 2 ракағатты пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын үйде оқып, сосын мешітке шыққан. Ал сіз өзіңіз таңдауыңызбен егер қаласаңыз үйде немесе мешітте оқуға болады. Мешітке бару және шығып бара жатқан кезде пайғамбарымыздың үйреткен дұғасын оқу. Мешітке кірер алдында ихтикафқа ниет ету. Өйткені ихтикаф аз болсын, көп болсын, мешітте қалумен жүзеге асады. Сондықтан қанша мешітте болсаңыз, соны ихтикафқа ниеттеңіз. Мешітке кірерде оқылатын дұғаны оқу. Мешітке кірген соң 2 ракағат мешітке сәлем намазын оқу. Және егер үйде оқымаған болсаңыз, таң намазының 2 ракағат сүннетін де оқу. Азан мен қамат арасында уақыт болып жатса, өзіңізге және басқа да мұсылмандарға дұға қылу. Өйткені азан мен қамат арасындағы дұға қабыл болады. Немесе Құран оқып зікір айтсаңыз да болады. Қамат айтылғанда жүрегіңізді Аллаға арнаңыз, ниетіңізді жаңартыңыз және таң намазына періштелер куәлік ететінін есіңізге түсіріңіз. Намазды ықыласпен оқыңыз және шамаңыз келгенше оқылатын аяттарды түсінуге тырысыңыз. Парыздан кейін тұрып кетпеңіз. Отырып намаздан кейін оқылатын зікірлерді оқып дұға қылыңыз. Өйткені мұның сауабы өте үлкен. Егер имам намаздан кейін дәріс өткізсе, сабыр етіп оған қатысыңыз. Өйткені ол қысқа болса да періштелер қатысатын ғылыми мәжіліске жатады. Құрметті отандастар, міне дегенше Рамазан айының 3-ші күні де аяқталды. Жалпы бұл шығарылым Рамазан айына дейін немесе Рамазан айының алғашқы күндері шығу қажет болған. Алайда белгілі бір себептермен кейінге қалдырылып, дәл бүгін шығуды Алла тағала бұйырған екен. Алла бұйыртса, жақын уақыттарда Рамазан айының әр күніне арналған дұғалар жарық көрмек. Және Рамазан айын жоғарғы деңгейде жақсы өткізу үшін арналған жоспарымыз әр күн сайын өз шығарылымын жалғастырады. Әр шығарылымында әртүрлі ақпараттар берілетін болады. Және ол шығарылымдарды жақын уақыттарда, яғни арасын ұзартпай шығаруға тырысамыз.
және сол үшін бізге қол ұштарыңызды тигізсеңіздер, бізге жазылып лайк және пікір қалдырсаңыздар. Алла тағала баршамыздың ұстаған оразамызды қабыл етіп, келесі Рамазан оразасына аман-есен жетуімізді нәсіп еткей. Әмин.